Кез келген мәселені шешетін 10 сұрақ. Сәлем достар, сіздермен бірге тән саулығы арнасы. Каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сұрақ қойылмаса, жауап алынбайды. Бұл белгілі логика. Сондай-ақ қажетті жауап алу үшін де дұрыс сұрақ қоя білу керек дейді психологтар. Әсіресе өзіңізге өзіңіз сұрақ қоя білу маңызды. Бұны бизнесмендердің, ғалымдардың, философтардың, тренерлердің және психологтардың әдеті десек те болады. Соның арқасында олар жаңалық ашады, жетістікке жетеді. Мысалы, суға жүзу бойынша тренер Дэн Ланш әр күні оқушыларынан көңіл күйін сұрайды екен. Жақсы деген жауап қабылданбайды. Жауап физикалық және эмоционалды күйді қамтуы қажет. Және шынайы жауап болуы керек. Тренер осыған қарай әр оқушымен жеке жұмыс істейді. Нәтижесінде Дэн Ланштың оқушылары жарыстарда үнемі жүлделі орындарға ие болады. Сұрақ қоюдың нәтижесі туралы бұндай мысал көп. Көп адамды жетістікке жеткізген дағдыны сіз мәселелеріңізді шешу үшін қолданып көріңіз. Ол үшін кемінде 10 сұрақ қойып, оған нақты әрі шынайы жауап беріп үйреніңіз. Мысалы ретінде 10 сұрақ келтірейік. Біріншісі, менің мәселем неде? Екіншісі, дәл қазір ол маған қалай әсер етіп жатыр? Үшіншісі, мәселемнің тууына қандай жағдай себеп болды? Төртіншісі, қашан, қай жерде басталды? Бесінші сұрақ, уақыт өткен сайын мәселем қалай өзгерді? Алтыншысы, бұл мәселе маған не үшін берілді? 7. Өміріме әсері қандай? 8. Мәселемді шешу үшін не істеуім керек? 9. Шығар жол қайсы? 10. Мәселеден құтылуды қай адамнан, неден бастағаным дұрыс? Мәселеңізге қарай өзіңізге осындай 10 сұрақ қойып, ойланып жауап беріңіз. Жауаптарыңыз мәселені саралауға, сараптауға жәрдемдеседі. Тіпті жауабыңыздағы жеке сөздер де мәселеден шығар жолды көрсетуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде сұрақтарыңызды да, жауаптарыңызды да қағазға жазу керек. Күнде кішігірім әйтеуір бір мәселе туындап жататыны белгілі. Әр мәселенің шешімін осындай 10 сұрақ, 10 жауап әдісімен іздеп көруді дағдыға айналдырыңыз. Бұл мәселеден жылдам шығуға көмектеседі және ойлау қабілетіңізді өзгертеді. 10 сұрақ, 10 жауап тәсілімен мәселеңіздің себебін тіпті шешуін анықтағаныңызбен әрекетке көшу қиындық тудырып жатса, қарым-қатынастың мына 4 моделінің бірін орындаңыз. Біріншісі, өзіңізді өзгертіңіз. Екіншісі, жағдайды өзгертіңіз. Үшіншісі, жағдайдан шығыңыз. Төртіншісі, жағдайға қарым-қатынасыңызды өзгертіңіз. Осы 4 нұсқаның қайсысын дәл қазір орындай аласыз? Содан бастаңыз. Немесе әр модель бойынша кішкентай қадам жасаңыз. Кішкентай қадамның өзі мәселенің шешілуін процеске қосады. Бұл кез келген мәселенің шешімі бар екеніне көзіңізді жеткізіп, қиындықты жеңе алатыныңызға сенімділік, күш-қуат береді.